Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Зерделінің бірінші нұсқасын талдауын бастаймыз. Бізде бірінші есеп берілген. Бірінші есеп иррационал сандарды барынша ықшамдау керек бізге. Енді 10 түбірасында 3 жазып алайық. 10 түбірасында 3 азайтылған. Түбірасында 48-ді біз қалай жазсақ болады? 48 бұл 16 мен 3-тің көбейтіндісі. 16 түбірасынан 4 болып шығады. 3-міз қалады. Азайтылған 75 бізде 25 пен 3-тің көбейтіндісі. 25 түбірасынан 5 болып шығады. Түбірасында 3-міз қалады. Енді барлығының ортақ көбейткіші түбірасында 3, оны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, 10 қалады. Азайтылған 4, азайтылған 5. Жақшаның ішіндегі өрнегіміз 1-ге тең. Олай болса, жалпы өрнегіміз түбірасы 3-ге тең. Жауабы С болады сонда. Келесі өрнекті ықшамдау есебі. Мына жерде алдына қарайық. Сандар көбейтілген кезде олардың дәрежесі қосылады. Яғни А-ның 2 дәрежесі азайтылған 9. Келесі бөліміне қарасақ, сан дәрежеге көтерілген кезде оның дәрежелері көбейтіледі. Яғни А-ның -3 көбейтілген 4 дәрежесі. Келесі астында бізде -12 дәреже, ал алымында А-ның -7 дәрежесі. Сандар бөлінген кезде олардың дәрежелері азайтылады. Яғни А-ның -7 дәрежесі азайтылған -12. Сонда А-ның -7 дәрежесі қосылған 12, А-ның 5 дәрежесі. Яғни бізде С жауап болады екен. Келесі өрнекті ықшамдау есебі. Ал мен осы есепті шығаратын кезде мынаны бір еске түсірейік. Косинус 2 альфа. Бізде косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа тең екені бізге белгілі. Келесі 36 градус бізде 18 градус көбейтілген 2-ге тең ғой. Олай болса, біз косинус 36 градусты қалай жазсақ болады? Косинус 2 көбейтілген 18 градус немесе косинус квадрат 18 градус азайтылған синус квадрат 18 градус деп жазсақ болады екен. Орнына қойайық. Косинус квадрат 18 градус азайтылған синус квадрат 18 градус. Келесі қосылған синус квадрат 18 градус. Бөлінген косинус квадрат 18 градус. Азайту бірі бар. Енді синус квадраттар жойылады. Бізде косинус квадрат 18 градус бөлінген косинус квадрат 18 градус қалды. Екеуі бір-біріне тең, екеуі қысқарады. Бұлай жазып алайық. Косинус квадрат 18 градус бөлінген косинус квадрат 18 градус азайтылған 1. Екеуі қысқарады. Бұл өрнектен бізде 1 қалады. Азайту 1 бар. Яғни 0-ге тең. Бізде С жауап болады екен. Келесі көп мүшенің дәрежесін анықтаңыз деген есеп. Көп мүшенің дәрежесін біз қалай анықтаймыз? Бізде көп мүшенің дәрежесі оның көп мүшедегі айнымалының ең үлкен дәрежесіне тең ғой. Бірақ мына жерде айнымалы 2. Олай болса, егер айнымалылар көбейтіліп тұрған кезде олардың дәрежесін қосамыз. Мысалы, мыналарды бөлек-бөлек қарастырамыз. Көбейтулерді бөлек қарастырамыз. Мына жерде x-тің 4 дәрежесі және де y-тің 5 дәрежесі. Екеуін қосамыз. Бізде 9 шықты. 3y квадрат. Бұл өрнекте бізде 6 дәреже. 5x көбейтілген y-тің 7 дәрежесі. X-тің өзі тұрса, оның 1 дәрежесі бар деп елестетеміз. 1 қосылған 7, яғни 8 дәреже. 2-нің өзі тұр. Яғни x пен y-тің дәрежелері 0-ге тең. Бұл бізге нені берді? Бұл бізде әрбір бөлшектердің дәрежелерін берді. Ал көп мүшенің дәрежесі осылардың ішінен ең үлкені болады. Яғни бізде 9. С жауап.
Келесі 5-ші есеп теңдеуді шешіңіз дейді. Бізде сызықтық теңдеу берілген. Сызықтық теңдеуді шешетін кезде ең алдымен айнымалыларды бір жаққа, ал бос мүшелерді теңдеудің екінші жағына жинаймыз. 2 бөлінген 3y, 5 бөлінген 9y-ті сол жаққа лақтырамыз, минус 1 бөлінген 3-ті оң жаққа лақтырамыз. Сол кезде 5 бөлінген 9y тең болады 1 бөлінген 3-ке. Енді бізде бөлшектен құтылу үшін барлығын 9-ға көбейтейік. 9-ға көбейтетін болсақ, 9 көбейтілген 2 бөлінген 3y азайтылған 9 көбейтілген 5 бөлінген 9y тең болады 9 көбейтілген 1 бөлінген 3. 9 бен 3 қысқарады, 3 қалады. 9 бен 9 қысқарады, 1 қалады. 9 бен 3 қысқарады, 3 қалады. 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6y. Азайтылған 1-ді 5-ге көбейтеміз, 5y тең болады 3-ті 1-ге көбейтеміз, 3-ке. 6y-тен 5y-ті азайтсақ, y тең 3-ке. Яғни біздің теңдеуіміздің шешімі 3-ке тең.